Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мәлімет каналы. Бүгінгі тақырып асқабақ жеудің пайдасы. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, пілігінен емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушылар да аз. Жалпы асқабақ қандай өсімдік? Қазақ жерінде ол қайдан әкелінеді? Оны қандай ауруларға пайдалануға болады? Құрамында нендей дәрумендер бар? Бұл жөнінде де нақты деректерді де табу қиын. Асқабақ тұқымдастарына жататын бір және көп жылдық шөптесін, қолдан өсірілетін өсімдік, усыз, дәмді жеміс. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көбірек өсіріліп, тағамда, мал азығында пайдаланылады. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтардың түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, рибофлавин, дәнінде 40% май бар. Құрамында әртүрлі физиологиялық әсерлері бар кукурбитацин заты болады. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ПП, ағзадағы зат алмасу, жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем. Көру нашарлағанда, қан аздық, артық салмақтан, тағы басқадан арылғысы келетін таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды, өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасын таңуға болатынын айтады. Асқабақтың несіп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Жүрек қан тамыр аурулары, гипертония, зат алмасуды қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәнін балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіріп үшін пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стакан шырынын ішу керек. Шырынын, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп аудаушы, қабынуға қарсы, өт айдап, паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Ас қорыту үдерістерін тездетеді, оттардан тазарады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-қа жуық қанықпаған майларды, 60%-қа дейін линольді қышқылдан және 15% шамасында линолин қышқылынан тұрады. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына бай. Асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алынады. Қошқыл, жасыл немесе қою қоңыр түсі бар. Өткір, хош иісті, тәтті дәмі бар. Биологиялық белсенді зат ретінде пайдаланылады. Құрамында май қышқылдары, пальмитин, стеарин, олеин, линоль, стерин қышқылдары, фосфолипидтер, каротиноидтар, дәрумендер мен микроэлементтер бар. Ал енді асқабақтың пайдасына көшсек. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдарын асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан шырыны немесе қайнатылғанын жейді. Терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда ішкіштен өткен мәйегінен компрессор жасайды. Сару ауру дертіне 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек.
бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы. Ішектегі құрт дертінде асқабақтың алып дәні мен мәйегін ойып алып жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болуы керек. Дайын кезде туынбадан күніне 4 рет астан 20 минут бұрын жарты стакан ішеді. 20 күн. 1 айдан кейін қайтадан жалғасады. Ішектегі паразиттен ең тиімді тәсілі қабығы ашылған дәнін аш қарынға жейді. 7 шақтың дәнді езіп сүтпен ішеді. Простатит кезінде 0,5 кг тазаланған асқабақ дәнін, шикісін ет тартқыштан өткізіп 1 стакан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып қалғанын тоңазытқышқа сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет ғана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған, буға піскен асқабақ мәйегінен ботқа дайындап, күніне 2 рет 50 грамм ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып 3 стаканнан кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып 8 сағат тұндырады. Кешке таман ішу керек. Сіздерге асқабақ жеудің пайдасы туралы көптеген ақпараттар берілді деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыз.